Солтүстік қазақстандық фермерлер 500 000 тонна картоп жинап аламыз деген үмітте бұйыл. Алайда көкөніс келісінің бағасы тауар өндірушілердің көңілін көншітпейді. Егер баға 40 теңгеден жоғары көтерілмесе, шаруа қожалықтары өнімді көктемге дейін ұстай тұрмақшы. Бұл ретте жағдай қалай болмақ? Келесі материалда толығырақ. Прибрежная шаруа қожалығының егістік алқабы 400 гектар, оның 20 гектарына Невский сұрыпты картобы отырғызылыпты. Бүгінгі күні өнімнің тең жартысы жиылған. Ауыл шаруашылығы тауар өндірушілерінің айтуынша картоп шығымы жақсы, гектарынан 15 тонна. Жұмысшылар өнімді жиып терумен қатар тұқымға және сатуға бөліп жатыр. Спрос есть, спрос устойчивый. Сұраныс ылғи да бар, бірақ баға бізді қуантпайды. Келісіне 30 теңгеден бастағанбыз, қазір 40 теңге. Өздеріңіз білесіздер, қазір қиын кезең. Сол себепті біз өнімімізді біраз жоғары бағамен сатқымыз келеді. Егер баға көтерілмеген күйі қала берсе, аграрийлер өнімнің бір бөлігін өз қажеттіліктеріне пайдаланбақшы, ал қалғанын көктемге дейін сақтау қоймаларында сақтап, кейін жоғарғы бағамен сатпақшы. Айта кеткен жөн, биылғы картоптың 2000 тоннаға жуығы бағаларды тұрақтандыру қоры арқылы ауыл шаруашылық жәрмеңкелерінде саудаланып үлгерген. Қазір бұл қоймада картоп жеткілікті. Мамандар аталмыш көкөніске баға сол бұрынғы қалпы бойынша қала береді деп отыр. В прошлом году тоже были. Былтырда осы сынды жағдайлар болатын. Бізде тұрақтандыру қорының резервтегі бөлігі бар. Оны егер баға шарықтап кеткен жағдайда тауар өндірушілермен бірігіп жұмыстар атқарамыз. Олардан сатып алып, қолжетімді бағамен сатылымға шығарамыз. Мониторинг жүргізілуде. Бұл жағдай үнемі бақылауда. Қазақстан шаруалар одағы өкілдерінің айтуынша, картоп бағасы қыстың ортасында көтерілуі мүмкін. Алдыңғы жылдардағыдай шамамен бір келісі 80 теңгеге дейін баруы мүмкін. 480-490. Біз 480-490 мың тонна картоп өндіреміз. Басқа сөзбен айтқанда, ол біздің қажеттілігімізден 8-9 есе көп. Сонда қанша картоп артық қалып жатыр. Кейбір шаруа қожалықтары өз өнімдерін Ресейге тасымалдайды, ал картоп бағасын өсірмей өнімді көп уақытқа дейін сақтау үшін шаруалар одағы заманауи желдетілетін қоймалар салу қажеттігін айтады. Мұндай ұсынысты олар ауыл шаруашылығы министрлігіне жолдап қойыпты. Назерке Ғалым, Альбина Галимова, ақпарат.